бір жерге бірінші өлшеп алдым етек жағында, сосын 2 сантиметрге қысқарттым. 2 сантиметр қалған бәрін бір жерге алдым да, сосын қолтықтың астынан 1 сантиметр көтердім, примерно 1 сантиметр көтердім, чтобы мешать етпеш үшін 1 сантиметр көтеріп тұрым. Так, иығымды қазір қысқартамын, менде көп жүріп кеткен, қазір қиып жіберемін, астында запасы. Так, алдынан қалай істедім дейсіз ғой, міне қараңыз, мынандай менде белгі ғой, мынау қайырылатын жері, сосын былай белгілеп алдым. Осы жерде менде тігіс жүреді, тігіс жүреді арада уже подкат немесе. Так, осы жерден тігіс жүреді, осы жерден кездеседі, жерден тігіс жүрсе кездеседі 0,5-тен болады. Где-то міне осылай есептеп алдым. Осылай қайырылған кезде бізде так, обхват грудин бәрін контрольный есептеп аласыңдар. Обхват груди қанша болу керек, соның бәрін, мынаның бәрі бүйтіп ішке қарап қайырылып тұрады. Осылай есептеп алдым, надеюсь, бәрі дұрыс болады бұйырса. Алдын қосқан кезде маған учитывать ету керек, где-то 0,7-ден болады ғой примерно, нормально. Екеуінің ортасынан тігіс түседі, нормально. Так, енді біз қиып аламыз. Мынаның бәрін мен дублеримен істедім. Мына жер кетіп қалыпты қазір не істеймін, потому что мына талқа деген материал, бұл велюр талқа дубайский, өте тонкий, жылтырақ, қараңыздар, құбылып тұрады. Сол үшін мен оны дублеримен, барлық матаны дублеримен істеп алдым. Кеттік дәл қиямыз енді. Мына жерден мен кішкене 0,5-қа шамалы кішкене қосымша алайын, чтобы тар болып қалмасын да, чуть-чуть қана 0,5-қа қосымша алып жатырмын. Ровно емес, чуть-чуть. Артық болмайды кішкене деп ойлап тұрмын. Так. Кішкене биік қылған себебім, мынадан төмен болса, или мынамен бірдей болса, қолтық жағы көтеріліп, етекке влиять етеді. Сондықтан мен шамалы көп те алып жатырмын. То есть биік те алып жатырмын қолтық жағын. Так, мен сызып алдым. Свободно болсын.
Бұл біздің подкладымыз. Хлоп материалдан